Амансыздар ма, Қазақстан Шымкент телеарнасының тұрақты көрермендері. Біздің арнада отандық өнім өндіруші кәсіпорындардың тыныс-тіршілігімен таныстыратын өзіміздің өнім бағдарламасы. Шағын және орта кәсіпкерлік ел экономикасының негізгі тірегі. Осы саланы қолдау үшін мемлекеттен бөлінетін қаржының да көлемі жыл санап еселеп келеді. Ал енді бүгін біз жұмысымен танысатын өндіріс ошағы өзінің жұмысын осыдан 18 жыл алдын бастаған. Бүгінде Зердефито кәсіпорнында мынадай шайлардың 150-ден астам түрі шығарылады. Барлығы да адам денсаулығын нығайтуға бағытталған. Ендеше күнделікті тұтынып жүрген шайларыңыздың шығу процесін көргілеріңіз келсе, біздің арнамен бірге болыңыздар. Қазақстанның бүкіл әлемдік сауда ұйымына мүше болып кіруі отандық тауар өндірушілеріне үлкен міндеттер жүктейді. Олар енді тек халықаралық талаптарға сәйкес өнімдер ғана емес, бәсекелесе алатын тауарлар шығарулары тиіс. Емдік қасиетке ие өсімдік шикізатын шығаратын Зердефито серіктестігінің басшылары мұндай міндетті еңсере алатындарына сенімді. Нарықта өзіндік орны бар компания бүкіл әлемдік аренаны да бағындыруға белсене кірісіп кеткен. Әңгімені әуелден бастасақ, шикізат көзі өндіріс орнына Қазақстанның түкпір-түкпірінен, алыс жақын шет елдерден келеді. Алдымен тексеруден өткен өнім майдалау, елеу бөліміне жіберіледі. Дайын болған шикізат сүзгі қалташаларға салу, бөлшектеп өлшеу және қораптарға буып түйу бөлімдеріне келеді. Сандуғаш жеңістер біз тұрған жер бұл нағыз кәсіпорынның жүрегі, нағыз жұмыс істейтін жері деп айтуға болады. Өзінің жоғарғы оқу орнын аяқтап келгеннен кейін осында еңбек етіп келе жатырсыз. 2 жылдың уақыты болды. Кәсіпорынның бұл жұмыс жайында енді айтып берсеңіз. Дұрыс айтасыз, мен осы өшек салу қораптау бөлімінің технологымын. Біздің қазіргі осы тұрған аппарат көп жолақты өлшеуіш аппараты деп аталады. Осынған мына бункерге шикізатты саламыз. Шикізат өзінің арнайы транспортер арқылы жоғары көтеріледі. Жоғарыдағы жолақтар арқылы өнім шикізат порцияға бөлінеді. Көріп тұрғаныңыздай, мына жерде целлофан бар. Осы целлофан осы аппараттың көмегімен өзі пакеттерге бөлініп отырады. Пакеттер... Яғни, былай ғой, сіз компьютердің көмегі арқылы сіздер бұған тапсырма бересіздер. Сол тапсырманы бұл аппарат адамның өзі нақты салмағын автоматты түрде салып береді. Дұрыс. Бұл аппарат күніне 15 мыңдай қорап шығаруға мүмкіндігіміз бар. Көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде барлығы компьютерленген. Мысалы, мына жерде біз чабрез күйік оты 50 граммдық. Осы жерде арнайы өзінің таразысы бар. Осы таразыда әрбір өнім тексеріліп отырады. Егер дұрыс емес болған жағдайда, оның барлығы қазір мына жердегі шетке шығып кетеді. Өлшеп салынған, пакетке өлшеп салынған өнім қораптау бөліміне келеді. Осындай қораптарға біз жаңағы жартылай өнімді қораптаймыз. Бұл жердегі осы 3 қораптаушы жұмыс істейді. Осы қораптаудан кейін біз оны целлофандау бөліміне жібереміз. Енді біз отандық өнім туралы әңгіме болып жатыр ғой. Бұл арнайы қораптарыңыздың өзі отандық өнім, иә? Отандық өнім. Арнайы Алматы қаласында жасалынған. Бұл жерде 3 қораптаушы тынымсыз еңбек ету керек. Өлшеп шығарған дайын өнімді мұнда салып тұтынушыға жібереміз ғой. Целлофандау бөліміне жібереміз. Бұның сыртынан тағы да қағазбен оралады. Бұл жерде ауа қалмау керек, иә? Мен жаңалық басам. Дұрыс. Ауа қалмау керек. Және қораптаушылар бұл жердегі қораптың несіне сапасына да жауап береді. Көріп тұрғаныңыздай, біздегі осы салмақтық 50 граммдық, 30 граммдық өнімдерде әрқайсысында ішіндегі қай зат бар екенін көріп тұрған мүмкіндігіміз бар. Яғни мына жерде кішкентай ғана арнайы орын қалдырған. Бұл жерде ішінде қандай зат бар, қандай яғни дәрілік шөп бар, соны біздің сатып алушылар байқай алады, иә? Байқай алады. Целлофаннан өткен өнімді осы транспорттық гофраға саламыз. Мұнда осы гофралар арқылы біз дайын өнімді уақытша сақтау шлюзі деп аталады. Сол бөлмеде сақтаймыз. Сол дайын өнім сақтау бөлмесінде сапаны бақылау қызметкері келіп тексереді.
егер осы өткен затымыз бәрі талаптарға сай келетін болса, оны дайын өнім сақтау қоймасына жібереміз. Егер де бір кемшіліктер байқалған жағдайда қайта артқа қайтарамыз. Барлығы қайтадан процесс басынан басталады ол кезде. Жақсы, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Еңбектеріңіз жана берсін. Шымкенттен шығатын Зерде Фитоның өнімдеріне Қазақстан нарығында сұраныс жоғары. Тауар өндірушілер дәрілік шөптерді жоғары технологияда өндіреді. Қазір мұнда өнімнің 200-ге тарта түрі бар. Әрі қайсысының емдік қасиеттері де әртүрлі. Өндірісте өнімнің 3 түрі шығарылады. Бұл жаңағы салмақты өлшем дейміз, салмақты қораптамадағы 30 граммнан, 50 граммнан, 100 граммнан өлшейтін. Және фильтр пакетте. Ол фильтр пакетте жаңағы аппарат бөлшектеп береді. И бір коробканың ішінде 20 фильтр пакеттен болады. Ол екіншісі, үшіншісі тура осы аппаратта жасалып жатқан фильтр пакеттің сыртына және сыртқы қораптамасы болады. Полипропиленнен қораптама, саше пакет деп атаймыз. Ол пакет 20 фильтр пакетті аппараттың өзі 20-сын санап, қораптың ішіне салып береді. Более модернизированный аппарат. Жалпы өнімнің енді түріне тоқталсақ аға, барлығы да адамның денсаулығын нығайтуға, көңіл күйін жақсартуға арналған табиғи шайлар, негізінен енді мамандардың сөзіне жүгінсек, 100% табиғи шайлар осы Зерде Фито кәсіпорнынан шығады. Одан бөлек арнайы әйелдерге, әйел балаларына арналған, балаларға арналған жаңағы бөлімдері бар. Сол бағыттағы жұмыстарыңызбен таныстырып өтсеңіз. Негізі бізде шығарып жатқан өнімдердің түрлері, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, балаларға арналған өнім бар, Зердейка дейміз. Одан кейін әйел кісілерге арналған Зерде Леди деген, әйел кісілердің көбірек жаңа қолданылатын нелерге байланысты Зерде Леди тізбегі бар. Содан кейін аздыратын деген фито шайларымыз бар, ол да көбінше әйелдер қолданылады. Одан кейін итмұрын, әртүрлі дәрілік өсімдіктер қосылған итмұрын тізбегі. Бізде тағы әртүрлі дәрілік өсімдіктер қосылған көкшай тізбегі шығарылады. Одан кейін жалпылама қолданылатын, бірақ енді өнімнің барлығы профилактикалық қолданысқа арналған, жалпы комплексті ем қабылдаған кезде өсімдік фито шайларын профилактикалық ем ретінде, жәрдем ретінде қолдана беруге болады. Оның бір ерекшелігі ұзақ уақыт қолдана беруге болады. Оның ішінде ешқандай химиялық қоспа жоқ, бәрі 100% табиғи өнім. Өндіріс басшысы Мақсат Жұматаевтың айтуынша, қазір олар Қазақстанның барлық аймақтарын өз өнімдерімен қамтып отыр. Алғашқы экспорт Қырғызстан, Тәжікстан елдеріне жол тартты. Енді Ресей, Беларусь, Грузин елдерімен келіссөздер жүргізілуде екен. Сондай-ақ биологиялық белсенді қоспалар мен түрлі шөптерден жасалған көкшайлар тұтынушылардың сұранысына ие. Шикізат көзі. Соған тоқталсақ, шикізат көзі жаңылыспасам, тек қана Қазақстан емес, дүние жүзінен сатып аласыздар, Нақты қай аймақтардан келеді? Нақты келгенде біз жаңағы Европада бір үлкен 5-6 компания бар. Соларменен жұмыс істейміз. Бізге бір керекті шикізат болса, тендер есебінде оларға жариялаймыз. Сөйтіп, оның ең алдымен жаңағы сапасына қараймыз шөптің. Одан кейін қай жерден алынған, біз жаңағы экологиялық таза аймақтардан алуға тырысамыз. Олар бүкіл дүние жүзінен жинақтап, тура осы жаңағы шөпті біз сияқты компанияларға тасымалдаумен айналысады. Жинақтап бір жерден. Сол компаниялардан аламыз, одан кейін жаңағы таңдап әр компанияның несін тендер сияқты да сапасына қарай, бағасына қарай, одан кейін сол компаниялардан шөптерді сатып аламыз. Ол бүкіл дүние жүзінен келеді. Біз өзіміз әр жерден емес, сол компаниялардың өздерінен аламыз. Сіздердің сатып алушыларыңыз кімдер? Қазақстаннан басқа өзге жақын алыс шетелдерден сатып алушылар бар ма? Бізде негізі шикізаттың 120 түрі бар қазіргі таңда. Ол 120 түрлі шикізаттан біз 265 түрлі өнім шығарамыз, дайын өнім. Жаңағы әртүрлі жиынтықтар жасаймыз. Көкшайларды айттық, дәрілік өсімдіктерді қосып, әртүрлі линиялар бар. Ол жалпы алғанда 265 түрлі бар. Ал шикізаттың жылына 1000 тоннадай көлемде өңдеп шығарамыз. Ал дайын өнімнің 265 түрі бар.
күніне 45-50 мың қорап дайын өнім шығарылады. Жылына 10 миллиондай қорап шығарылады. Оның бәрі қазір бүкіл Қазақстанның барлық облыстарына таратылып жатыр. Ал шетелдерден алатын болсақ, қазір біздің жұмысты істеп енді бастап келе жатқанымыз мынау Қырғызстан менен Тәжікстанмен қазір бастадық жұмысты. Осы қазіргі таңға. Басқа ойымызда бар енді Белоруссия мен Ресей менен жұмыс істесеміз деп жатқан. Бірлесіп жұмыс істеу жоспарларыңыз да бар, Айта кетейік, өндіріс орны ел нарығында 18 жылдан астам уақыт жұмыс жасайды. Компания фитопрепараттарды сату көлемі бойынша Қазақстанда көш бастап тұр. Өндірістің цехтың ішін көріп тұрсыздар. Қазір жаңағы сапаға байланысты біз ISO 9001, ISO 22000 стандарттарын, бүкіл жаңағы халықаралық стандарттарын қабылдап, сол арқылы жұмыс істеп жатырмыз. Барлық жүйе автоматтандырылған, өздеріңіз көріп тұрғандай, жұмысшыларға барлық жағдай жасалған. Келесі бөлім бұл фильтр пакетпен, яғни шайды дайындау бөлімі деп аталады екен. Бұл жерде 5 қызметкер 8 сағат тоқтаусыз жұмыс етеді. Бұл жігіттің есімі Нышанбай, саламатсыз ба? Негізгі жұмыс тәртібіңіз айтып берсеңіз. Бұл жерде жұмыс деген өзіме ұнайды. Бұл жерде көптеген жұмысшылар жұмыс атқарады. Бұл жерде киім формасы беріліп отырады. Және қыстық киім формасы, және жаздық киім формалар беріліп отырады. Бұл жұмыс барлығымызға жұмыс жақсы істелініп отырады. Және де бұл жұмыс істегенде қолайлы болады. Қыс ауаларында жылы болады, және жаз ауаларында салқын болып тұрады. Жұмыс істегенде өте қолайлы. Және айлықтарымыз уақытылы беріліп отырады. Әр бүңгірден келіп, мына жерге өзі граммы болады. 1 граммдық болып түседі ана жерден. Сосын айланып келіп, мына жерден түседі. Біз оны алып, поддонға, арнайы поддон болады, салынатын. Сол поддонға салып, кейін стеллажға қоямыз. Арнайы стеллаж болады, соған салып қоямыз. Одан кейін бұл жақтан арнайы апайлар жұмыс алып кетеді ары қарай коробкаға салуға. Бүгінде тұтынушылар табиғи, таза өнімдерге ден қоя бастаған. Осыны ескерген сарапшылар сұранысы зор жаңа фитошайларды көптеп шығаруда. Мұндағы мамандар фитотерапия қағидаларының қыр-сырына әбден қанық. Әртүрлі шөптерді араластыра отырып, препараттардың шипалық күшін арттыруға мән береді. Алдағы уақытта өндіріс басшылығы түрлі сығындылары мен таза табиғи өсімдік шикізаттарынан тез демделетін шайларды өндіру желісін іске қоспақ. Зердефидо компаниясы қазіргі таңда жаңа өндірістерді қолға алуда. Соның ішінде түйіршіктелген тез еритін фитошайларды және оның түйіршіктермен және капсулалар түрлерін шығару қолға алып жатыр. Болашақта осы өнімдерді біз шығару жоспары ретінде осы участокты жоспарлап қолға алып іске қосып жатырмыз. Тез еритін фитошайлардың негізі ол бізде экстрактор болып саналады. Ол өсімдіктерден сығынды түрінде алынатын экстрактор. Ол экстрактор бізде полупродукт болып есептеледі. Жартылай өнім, одан кейін ол жартылай өнімді біз өңдеп, одан кейін біз солардан дайын өнімді алып, сол жобаны қолға алып, өндірісті кеңейтіп жатырмыз. Сол себепті өндірісті. Жалпы алғашқы өнімдеріңізді шығарып үлгердіңіздер, Біз кәсіпорын опытно-промышленный работки жасап үлгердік. Оның біз қазіргі таңда біз оның химиялық құрамын негіздеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Соны бірінші аналитикасын жүргізіп, одан кейін жәндегі сапасының көрсеткіштеріне жетіп, одан кейін барып, мына тұтынушыларға ұсынамыз. Компанияда бас аяғы 220 адам жұмыс істейді. Олардың күшінен жылына 1000 тоннадан астам өнім өндіріледі. Шикізатты сатып алудан бастап, дайын өнімдерді сақтауға дейінгі процесте сапа қатаң қадағаланады. Шикізатты таңдап алудан бастап,
дистрибьюторлық компанияларға жеткізуге дейінгі барлық кезеңдерді бақылап отырамыз. Қазіргі өздеріңізге белгілі, мынау Евразиялық экономикалық одақтың құрылуына байланысты бізге басқа шетел мемлекеттерінен көптеген фитошайлар, фитопрепараттар біздің нарығымызға енуде. Сондықтан мінекей сол себепті жаңа бәсекелестік туындауда. Бұл осы сапаны арттыруға келіп тіреледі. Себебі бәсекелестік бұл тек қана сапамен ғана өзіміздің абырой беделімізді, өз тұтынушыларымыздың сенімділігін жоғалтпау үшін біз сапаны арттыруымыз керек. Сондықтан көптеген мынау стратегиялық іс-шаралар жасалынып жатыр. Оның бірі мынау 2014 жылы сапаны бақылау қызметі жолға қойылды. Оның жаңағы құрамында 4 адам жұмыс істейді. Ал тағы да айтатын болсақ, бұл 2012 жылы Қазақстан Республикасының стандарты 9001-2009 сапа менеджменті және 2014 жылы Қазақстан Республикасының стандарты 22000-2006 тағам өнімдерінің қауіпсіздігі туралы менеджменті енгізілді. Олардың екеуіне де сертификаттар алынды және ол сертификаттар қазір сол бойынша жұмыс жасап жатырмыз. 2 жүйе біріктіріліп, қазір біріктірілген сапа жүйесі жұмыс жасайды. Шығарылатын өнімнің тұтынушы қасиеттері мен жоғары сапасы үшін компания Қазақстанның ең үздік тауары номинациясында бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Зерде Фито компаниясының ұжымы жеткен жетістіктермен шектелмейді. Қазақстан Республикасындағы ең үздік тауарлар қатарында болу мәртебесі өндірісті модернизациялау және жаңа өнім түрлерін шығаруға міндеттейді. Қазіргі мысалы физикалық, химиялық жағдайларына байланысты әр шөптер әртүрлі температурада сақталады ғой. Сондықтан мысалы егер 15 градусқа дейін сақталатын шөптеріміз бар болса, біз автотранспорттың мұздатқыш тоңазытқыштары бар автотранспортты таңдаймыз. Және олардың санитарлық гигиеналық жағдайына да өте қатты көңіл бөлеміз. Бұл біз өніміздің сапасына көз жеткізуіміз үшін көптеген конкурстарға қатысып отырамыз. Атап айтатын болсақ, 2014 жылы Қазақстанның үздік тауары номинациясында бірінші орынды жеңіп алдық, алтын сапа конкурсына қатысып. Одан кейін де басқа да конкурстарға қатысып, жүлделі орындарды алып отырмыз және дипломдармен марапатталып отырмыз. Жалпы шөптермен емдеу, фитотерапия бұл өте ерте заманнан келе жатқан медициналық ғылымдардың бірі. Тарихына көз жүгіртетін болсақ, 7000 жылдан асып жығылады екен. Еуропаның, ежелгі Мысырдың, Қытайдың, Үндістанның алғашқы қауымдық қоныстары бұны негізінен бірден-бір ем ретінде пайдаланған екен. Ал бүгінгі күнге көз жүгіртетін болсақ, бүгінгі заманауи медицинада шөптерді қолдану бұл сауықтыру мен денсаулықты сақтаудың бірден-бір ең қауіпсіз жолы деген тұжырым шығарып отыр. Қымбатты көрермен қауым, сіздермен бірге бүгін біз Зерде Фито компаниясының бүгінгі тырыс-тіршілігіне таныстық, қандай шәйлердің түрін шығарады және ол адамның денсаулығына қалай әсер етеді. Ең бастысы отандық өнімді қолдайық, отандық өнімді сатып алайық. Біздің айтарымыз осы. Айналып апта келгенше, қымбатты көрермен, сіздер де біздер де аман сау болайық.